Қайырлы күн. Бүгінгі біздің тақырыбымыз баланың балабақшадағы күн тәртібі. Режимдік сәттерді жобалау. Дұрыс құрылған күн тәртібі бұл баланың күн ұзағына болатын әртүрлі іс-әрекеттері мен демалысының орынды кезектесуі мен тиімді үйлестірілген ұзақтығы. Күн тәртібін дұрыс құрудың негізгі ұстанымы оның балалар жасының психологиялық ерекшеліктеріне сай болуы. Режимдік сәттерді іске асыруда балалардың жеке ерекшеліктерінің, ұйқысының ұзақтығы, ұнататын дәмі, әрекеттерінің қарқыны және де тағы да басқа болуы мүмкін. Және де олар ескерілуі тиіс. Балабақшаның күн тәртібі баланың жеке ерекшеліктеріне неғұрлым жақын болып елесе, соғұрлым өзіне тамаша сезім, көңіл-күйі көтеріңкі, белсенділігі жоғары болады. Білім беру қызметі балалардың жеке және жас ерекшеліктерінің ескере отырып ұйымдастырылған оқу үрдісіндегі білім беру салаларының мазмұнын жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Білім беру қызметі балаларға салмақ салмай, тәрбиелік, дамытушылық, білімдік мақсаттар мен міндеттерінің бірлігін қамтамасыз етуі тиіс. Режимдік сәттер кезінде білім беру әрекеті келесі бағыттар бойынша жүргізіледі. Бірінші, дене дамуы, кешені шынықтыру шаралары, таңертеңгі жаттығу, күннің екінші жартысындағы жаттығулар мен қимылдық ойындар. Әлеуметтік тұлғалық дамыту, режимдік сәттерді өткізуде жағдаяттық әңгімелесу, олардың қажеттілігін түсіндіру, тапсырмалар, кезекшілік, өзіне өзі қызмет ету, еңбек дағдыларын дамыту, ересектерге көмектесу, сабаққа қажетті мүліктер мен құрал жабдықтарды орналастыру мен жинауға, қимылдық ойындар мен жаттығуларға арналған құрылымдарды құрастыруға балаларды қатыстыру, режимдік сәттерді өткізуде қауіпсіз жүріс-тұрыс дағдыларын қалыптастыру. Танымдық тілді дамыту, тілдік дамытушы ортаны құру, ойындарға, бақылауларда, балалармен еркін диалогтар, балалармен жағдаяттық әңгімелер, еңбек қимылдары мен гигиеналық рәсімдерді атау. Балалардың сөйлеу белсенділігін ынталандыру. Көркем эстетикалық дамыту балалардың күнделікті тіршілігінде, ойында, қолы бос кезінде, серуенде, бейнелеу әрекеттерінде, таңертеңгі жаттығу өткізу кезінде музыканы қолдану. Қоршаған ортадағы әртүрлі дыбыстарға, бөлмелерді безендіруге, жабдықтардың тартымдылығына, бөлменің, заттардың, ойыншықтардың әсемдігі мен тазалығына балалардың назарын аудару. Сіздердің назарларыңызда күн тәртібінің кестесі. Бұл ортаңғы топқа арналған. Қабылдау сағат 8-ден 8:30 аралығында. Кейін таңғы жаттығу болады. 8:35-ден 8:40 аралығында. Таңғы жаттығудан кейін таңғы ас 8:40-дан 8:50 аралығында. Кейін 9:00-ден 11:10 аралығында ұйымдастырылған оқу қызметі өтеді. Ұйымдастырылған оқу қызметі аяқталғаннан кейін серуенге дайындық, балалар серуенге шығады, ойын ойнайды. Бұл 11:10-нан 12:35 аралығында болады. Серуеннен оралу, түскі асқа дайындық, 13:00-ден 15:00 аралығында ұйқыдан кейінгі іс-шаралар, яғни сауықтыру шаралары болады. Бесін асты ішеді, үйірме жұмыстары, серуен, кешкі ас бұл бізде 15:30-дан 17:30 аралығында өтеді. Одан кейін балалармен жеке жұмыс болады, және де балалардың үйге қайту уақыты 18:00-ден 18:30 аралығында. Келесі кездескенше сау болыңыздар.